Сәлем достар, бүгін түріктің түскі асын жасайық. Булгур палауы мен қызыл қырыққабаттан салат. Онда бірінші салаттан бастайық. Бұл қырыққабатты білесіздер, пайдасы өте зор, антиоксидант құрамында, және де жаман ауруға қарсы. Осындай бір басын аламыз. Сосын ыстық тамаққа көшеміз. Қызанақ қосамыз. Жасыл бұрыш. Қызыл жуа, бұл да білесіздер, ең пайдалы жуа. Бұнда біз өте редко пайдаланамыз. Петрушка. Бұл салаттың фишкасы, мына дәмдеуште сумақ деген. Помните, карантиннің кезінде бұл өте дефицит болып кетті. Бірде-бір емі деп жатты вируспен бактерияның. Мына осыны қосам, көп дүкендерде бұл жоқ. Көбінесе түрік дүкендерінде бар. 2 ас қасық май, менде зәйтүн майы таусылып қапты. Шемішке май. Және де тұз қосамыз. Қандай витаминдер нағыз пайдалы біздің ағзамызға. Енді майдалаймыз. 5 секунд. 4,5 не 5-ші жылдамдыққа қойсаңыз болады. Иісі керемет, қыздар. Бұны бөлек шығарып аламыз басқа ыдысқа. Міне осындай бір бас қызанақты қырыққабаттан бізде дүниенің салаты болды. Мынау деген біраз қонақ атқаруға жетеді ғой. Енді мынаны шайып жеріп, ыстық тамаққа кірсек. Көбісі булгур деген не екенін білмейді. Ол түріктің күріші, біздің кәдімгі ақ күріш сияқты. Мына қараңыздар, осындай болады. Шамалы перловкаға да келеді дәмі. Осыдан айтпақшы, күріш көже жасасаңыздар да керемет. Осыдан өлшеп қойайық. Жалпы қанша булгур, мысалға 400 грамм бар, рецептіде 400 грамм қызанақ. Мен үйде адам аз болғасын 200 грамм ғана алам, және де 200 грамм қызанақ алам. Жаңа айтқандағыдай, менде үйде бүгін адам аз болғандықтан бір кесе ғана дайындаймын. Бұл себетіне саламыз. Жуған өте ыңғайлы, мынадан түсіп те кетпейді, әрі сито ретінде. Ал қызанақты осылайынан да бір өлшеп жіберейік. Жаңа неміз 200 грамм болса, булгурымыз 300 граммдай болыпты, сәл-пәл алып қалуға болады надан. Енді осыны ыстық сумен бір басып жіберейік. Сонда қабығы оңай алынады. Көріңіздер ме, өзі не істеп жатыр. Мына несін де алып тастаймыз, не деп айтатын еді? Плодоножка дейді орысша. Әзірге чашаға жуамызды қуыра берейік. Чеснок керек дейді. Бұрыш саламыз. Қызанақ саламыз. Дұрыс айтасыздар, 3 минут. Енді қызанақ бастысын қосамыз. 1 ас қасық. Енді кульминация булгурды қосамыз. Әдемі тұз, қара бұрыш қосамыз. Қызыл бұрыш, дәмдеуіштер. Және де су. Керемет шығып